집이었습니다. тағы ұсталып қалдым ба? Ё-май. Қай ғасырда қалып кеткенсің, Балжан? А? Қай ғасырда қалып кеткенсің деймін? Вообще-то бұл сериал тағы тренд болғалы жатыр. Позднее зажигание ма? Жоқ, екінші сезон шығатын болды. Hello! Эфирде мисс Актуальность Балжан Жизинглиш қызы. Бүгін сізбен бір жыл бойы хит поп, жалғасын 2 жыл күткен Игра в кальмара кәрі сериалының 2-ші маусымы жайлы сөйлесетін боламыз. Әзірше біздің арнаға тіркеліп қой, лайк бас, ең қызықты қазақша ағылшынша контент тек біздің арнада. Игра в кальмара сериалының 2-ші маусымы жайлы түрлі жаңалық, мақалалар жарысып шығып жатыр. Бірақ нақты шығу уақытын әлі ешкім білмейді. Картинаның ұзартылғаны жайлы сериал авторы жақында ғана мәлімдегеніне сүйенсек, жалғасы экранға 2023 жылдың соңына қарай шығуы керек. Естеріңізге сала кетейін, сюжет қарызға белшесінен батқан Сон Ки-хон атты кәріс азаматының айналасында өрбиді. Оның ажырасқан әйелімен тұратын қызы, кәрі шешесі бар. Жігіт алдамшы үміттің артынан еріп, бар ақшасын ұсқа тігіп тастап, бүкіл дүние мүлкінен айырылады. Ақшаны қиналмай тапқысы келген ол реалити ойын әлеміне түсіп кетеді. Өзбен бірге тағы 455 кейіпкер 45 миллиард вон үшін көзсіз ерлікке дайын. Тіпті біреудің өмірін қиюға да. Ал жақында бұл ойын жалғасатыны белгілі болды. Netflix сериалды ресми түрде 2-ші маусымға ұзартты, ал уақыты әзірше белгісіз. Режиссер бірнеше тың ақпаратпен бөлісті. Басты кейіпкерлер қатарында Сон Ки-хон мен ойын жүргізушісі бар. Ал жаңа кейіпкерлер қатарына Йон Ки, бірінші эпизодтағы робот кукла қосылады. Ондағы ойын ережесі ақырын жүріп анық басады. Жаңа жылды күтуге себеп табылды. Жаңа жыл енді басталды емес пе, Балжан? Ичо бар болғаны 316 күн қапты. Ладно. Ал сендерге кеңесім, костюм шалбар киген бейтаныс жігіттерге сене бермеңдер. Көріскенше. Натуре 316 күн қалған ба? Шашы қарып кететін болды ғой.